Сәлем достар, соңғы уақытта әлеуметтік желіде Ресейдің бір саясаткері қазақ даласы біздің Қазақстанға берген сыйлық. Ол жер біз елік еткенге дейін адам баласы мекен етпеген жазық дала болған деген бос әңгімелер айтқанын барлығыңыз көрген боларсыздар. Біз бүгін сол түк білмейтін саясаткердің сөзіне дәлел ретінде қазақ даласын бұрын кімдер мекен етті, қазақ ұлты қалай пайда болды, сіздерге толығымен бүкпесіз баяндайтын боламыз. Видео басталмай тұрып, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Қазақ халқының қалыптасуы да өзге халықтар сияқты ұзақ уақытты қамтиды. Оның алғашқы кезеңін сонау арийлер мен турлар заманынан бастасақ та қателеспейміз. Себебі тарих сабақтастығына байланысты тайпалардың пайда болып, оның біртіндеп дамуына, тайпалық одаққа, одан әрі елдікке дейінгі дәрежеге жеткендігі белгілі. Дамуды жүйелей келе, андырындық кезеңнен бастап, сақ-сармат дәуір аралығын алған жағдайдың өзінде бұл аралықта қыруар өзгерістердің болғаны байқалады. Тайпалардың орналасуы, олардың жайылымдық аймақ үшін соғыстары, олардың орнын ауысуына әкелді. Бірақ ол ауысу сол белгілі аймақты ғана өтті. Ежелгі қазақ даласындағы қоғамдық маңызы бар оқиғалар ол тайпаларды нәсілдік әрі антропологиялық өзгеріске түсірді. Арийлер мен тур тайпаларынан одан былай қалыптасқан сақ тайпалық одағынан кейбір зерттеуші ғалымдар нәсілі жағынан европоидтарға, ал тілін үнді ирандық топқа жатқызады. Келесі кезеңді ғұндардың қоныс аударып, әсіресе халықтардың ұлы қоныс аудару кезеңінде пайда болған ежелгі мемлекеттердің түзілуімен байланыстыруға болады. Ендігі жерде тайпалар нәсілі жағынан моңғол тектес, тілдік құрамы түркі тілдеске көшті. Жаңа келген түркі тайпалары ертеректегі түрік дәуіріндегі өмір кешкен сақ-сармат тайпаларын антропологиялық жағынан да өзгеріске ұшыратты. Ғұндардың келуімен күшейе түскен түркілену біртіндеп кең етек жаяды. Түркі, батыс түркі, түркеш қағандықтар тұсындағы өмір сүрген тайпаларда бұл аймақта этникалық қауымдастықтың қалыптасуына зор үлес қосты. Шыңғыс ұрпақтарының мемлекеттері құрылуына дейінгі аралықта қазақ даласында орын алған батыс түрік қағандығына дейінгі мемлекеттер түркіленуді бұрынғыдан да күшейтті. Тек түркілену ғана емес, бұл кезеңде мұсылмандану да қабат жүрді. Ерте феодалдық орта ғасырлық мемлекеттерде өмір кешкен тайпалар бұл процестің шапшаң жүруіне үлес қосты. Қазақ халқының қалыптасуына қомақты үлес қосқан Қыпшақ кезеңі екендігінде айта кеткен жөн. 3 ғасырдан 13 ғасырға дейін Қыпшақ этносы этникалық дамудың әртүрлі 5 жағдайында ішкі Азиядағы тайпадан қазақ даласында қазақ халқының қалыптасуының аяқталу кезеңіне дейінгі аралықты қамтыды. Қыпшақ халқының бір тұтас болып, кең аймақта қалыптасуында кедергі болған моңғол шапқыншылығы. Кейбір ғалымдар тіпті моңғол шапқыншылығы болмағанда, қазір біраз халықтар ортақ атаумен Қыпшақ халқы болып аталар еді деген пікірлер айтады. Моңғол шапқыншылығы бұл түзіліске жол бермей, Қыпшақ қоғамындағы этникалық қалыптасуды бөлшектеді. Бір Қыпшақ этносынан бірнеше түркі тілдес халықтар тарайды. Оның ішінде қазақ, башқұрт, татар, қырғыз тағы басқа халықтар. Ал оның салдарын қарастыратын болса, түркі тілдес тайпалардың халық болып қалыптасуына сол ортада өмір сүрген кей тайпалардың негіз болғандығын көреміз. Осының арқасында төмендегіндей этникалық топтар пайда болды. Қыпшақ тобы башқұрт, қазақ, қарайым, қарақалпақ, қарашай, малқар, құмық, қырым татарлары, оғыз тобы Әзербайжан, Балқан түріктері, гагауздар, түркімендер, қарлық тобы өзбек және ұйғырлар, аралық бұдақ, алтай, қырғыз, салар тобы, туба, хакас, шор, шұлым. Қазіргі дерек бойынша әлемде 30-ға тарта түркі тектес 22 мемлекетте өмір сүреді. 13 ғасырдың басында қалыптасып үлгермеген қазақ халқының зор апатқа ұшыратқан моңғол шапқыншылығы болды. Шапқыншылық қазақ халқының халық болып қалыптасуын 2 ғасырға тежеді. Отыршылықтың жойылуы, қалалардың жермен жексен болуы елді мекендердегі тайпалар мен руларды да қырғынға ұшыратты. Моңғолдардың жаулауы бағыныштылыққа түскен тайпалардың тек саяси экономикасына ғана емес, оның антропологиялық және физиологиялық жағына да өзгеріс енгізеді. Кейбір қалалардың талқандалуы дамуын тоқтатуы жергілікті тайпалардың мәдениетіне нұқсан келтірді. Отырықшылықты жойды.
Ең бастысы белгілі аймақтың ортақтастығы тайпалар шаруашылығының әдет-ғұрып, салт-санасының біртіндеп бір диалектіде сөйлесуі де, жалпы алғанда бір-бірімен қай жағынан болса да жақындаса түсуі жүріп жатты. Қазақ даласында пайда болған жошы, Шағатай, Үгедей ұлыстарында ақсүйектер билігі орнағанымен, олар біртіндеп түркіленді. Тіпті жергілікті халықтың тілін қабылдады. Бір аймақта өмір кешкен тайпалар мен рулардың шаруашылығының үш түрі негізінде ортақ экономикасы, тілі, мәдениеті қалыптасты. Қажеттіліктен туындаған бұл алғышарттар аймағы жағынан ортақтас болған тайпалар мен рулардың бірігуін тездетті. Ұлыстардың орнына 13-15 ғасырлардағы пайда болған Алтын Орда оның әлсіреу нәтижесінде белгілі болған. Ақ Ордадағы Моғолстан, Ноғай Ордасының қалыптасуы да тайпалардың этникалық топтасуына ықпал етті. Оның ішінде әсіресе Ақ Ордадағы топтасу жылдам жүрді. Оған негіз болған Ақ Орданың Қыпшақтардың жерінде құрылуы. Түбінде бұл аймақтың қазіргі Қазақстан аймағы екендігін ескерсек, Ақ Орданың басқа иеліктерге қарағанда қосқан үлесінің зор екендігін айтуға болады. Ал Моғолстанның жерін алсақ, ол қазіргі Жетісуға сай келеді. Сондықтан да біз Моғолстанның да тарихтағы орнын атауымыз керек. Белгілі аймақтарда өмір сүрген тайпалар өздерінің тұрақтылығына байланысты айқындалады. Оған біз Жетісу аймағындағы үйсіндер мен қаңлыларды мысал алсақ жеткілікті. Аталған тайпалар бұл аймақта сан ғасырлар бойы өмір сүріп келеді. Олардың автохтондылығы айқын. Қазірдің өзінде Жетісу жеріндегі белгілі руларға жатады. Дешті Қыпшақ жерінде біртіндеп қалыптасқан үш әулеттің екеуінің Жошы және Шайбанның басты аймағы Қазақ даласында өмір сүріп, билік үшін өзара шайқасты. Шыңғыс ұрпағы жергілікті тайпаларға араласып кетті. Қазақ халқының құрылуына моңғол шапқыншылығынан кейін қайта өрлей бастаған дәстүрлі шаруашылық, көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығының отырықшы егіншіліктің үйлесуі ықпал етті. Қазақ даласында ертеден өмір сүріп келе жатқан және түрлі саяси жағдайларға байланысты көшіп-қону процесінің күшеюі нәтижесінде қоныс тепкен тайпалар болып топтастырды. Кейін келешекте қазақ деген этникалық ортақ атауға ие болды. Қазақ этнонимінің туу тарихы ұзақ уақыт бойы ғылыми тартысқа түсіп келе жатыр. Дегенмен де айта кететін жағдай, ең алғаш рет қазақ термині 1245 жылы мамлюктік Египет елінде қыпшақтар мекендеген жерде араб қыпшақ сөздігінде кездеседі. Бұл сөздік қазақ терминінің жазбаша дерекке түскенінің дәлелі. Қазақ термині еркін кезбе деген мағынада аударылған. Бұл аударма терминнің әлеуметтік мәнін көрсетеді. Демек 14 және 15 ғасырларға дейін қазақ даласында орын тепкен мемлекеттердің де қазақ халқының қалыптасуына қосқан үлесі мол. Қазақ халқының толық қалыптасып аяқталуы 14 ғасырдың екінші жартысы, 15 ғасырдың бірінші жартысы. Қазақ термині туралы ғылыми пікірлердің мұсылмандық қоғамда да орын алатындығы туралы және оларды жинақтап Қазақстан тарихының екінші томына түсірген ғалым Б.Е. Көмеков ғалым Кітап әт-Тәнбих ба ли ишраб худуд әл-алам Кітап әл-Футух қасиетті жылнаманың қазақ деген терминге қатысты жерлеріне талдау жасайды. Қазақ термині қыпшақтар қоғамында да қалыптасты деп айтылған ой әбден дұрыс, себебі кең қазақ өлкесі сол қыпшақтар мекенінде орналасқан. Сонымен қазақ ұғымының пайда болуы Қыпшақ кезеңімен тікелей байланысты. Бұл орайда қазақ терминінің алуан түрлі еріктілері айту үшін қолданылуы оның әлеуметтік мағынасына сәйкес екендігін көрсетеді. 9-10 ғасырларда әртүрлі аймақтарда қазақ деген атау кездесіп отырған. Бұл еркін өмір сүргендерді жалпы осылай аталғандығын көрсетеді. Қазақ халқының жүзге бөлінуі ғалымдардың алдындағы тұрған әлде де шешімін таппаған мәселе. Жүзге бөлінудің аймақтық негізінде жүргені белгілі. Бұның төңірегіндегі басты мәселе оның уақытын анықтау. Жүз термині туралы да ойлар көп. Осы кезге дейінгі жүз жақ деген ұғымды беріп келсе, Ишулианның зерттеулеріне сүйене отырып, тармақ деген сөзбен түсіндіріледі. Егерде қазақ халқының 300-ге бөлінуін басшылыққа ала отырып, жалпы ертеректе өмір сүрген тайпалардың халықтардың бөлінудің үйсіндерден басталғанын көруге болады. Ежелгі үйсін мемлекеті үшке, шығыс, батыс, орталық болып бөлінген. Батыс түркі хандығы оң қанат және сол қанат болып екіге бөлінеді.
Жалпы ежелгі кезеңдегі осылайша саяси жағынан маңызды бар бөліну процесі үйсіндердің үшке, ал қалған тайпалар мен халықтардың моңғол шапқыншылығына дейінгі аралықта екіге бөлінгендігіне көз жеткізуі қиын емес. Ал Шыңғыс хан жаулап алған жерлерін, оның ішінде қазақ даласын, 3 баласына беруіне байланысты 3 ұлыс пайда болды. Әрине, бұл тұста 100 деген ұғым орын алған жоқ. 100 ұғымының кең етек алуының Тәуке ханның билер институтының негізін қалауымен байланыстырған жөн секілді. Бұл 17 ғасырдың екінші жартысынан басталады. Оның үстіне 17 ғасырдың екінші жартысы, 17 ғасырдың бірінші ширегі Романовтар әулетінің ең беделді бірінші Петрдің заманы. Ресейді көркейтуді шет аймақтар байлығын игеру арқылы жүзеге асыруды көздеген ол, қазақ даласын зерттеу мақсатында экспедицияларды бірінен соң бірін аттандырады. Жүздердің орналасу оның құрамындағы тайпалар туралы, тіпті ру шаңырақтарының нақты саны генерал-губернаторларға жинақталып, тапсырылып отырды. Осындай мәліметтерді басшылыққа ала отырып, 17 ғасырдағы 300 қазағының жалпы саны 2 миллион адамға жеткендігін байқауға болады. 300-дің орналасуына жеке-жеке тоқтаған Орынбор генерал-губернаторы Болоконский 17 ғасырда барша Қазақстан территориясы Жетісу, орталық Қазақстан және батыс Қазақстан болып, 3 түрлі шаруашылық аймаққа бөлінгендігін жазып қалдырған. Жалпы шаруашылық ортақтастығы негізінде топтасқан. Өз шекарасының өзге жерлерге көшіп қонбауларымен дараланған. Әрбір жүз өзінің малын белгілі бір аймақта жайған. Осымен қатар олар өздерінің саяси, экономикалық, әлеуметтік мәселелерін жеке шешіп отырған. Жүздердің тілі, әдет-ғұрпы, шаруашылығы жағынан бір-бірінен ешбір айырмашылығы болған емес. Жетісу көшпенділері Шу, Талас, Сарысу, Сырдария, Іле өзендерінің бойында, Алатау жайылымдарында көшіп жүрді. Бұл аймақ Ұлы Жүз жері деп аталды. Ұлы Жүзге үйсіндер, қаңлылар, дулат, албан, суан, жалайлар және тағы басқа жатады. Орта жүз қазақтары Сырдария, Қаратау баурайында тұрды. Тобыл, Есіл, Нұра, Аякөз, Ертөс өзендерінің бойында отырықшылықпен айналысты. Олар орталық Қазақстанның далалық аймағын көші-қонға тиімді пайдаланды. Оларға Қыпшақтар, Арғын, Найман, Керей, Қоңырат, Уақтар, тағы басқа рулар кіреді. Біз осы бір кең көлемді зерттеулеріміз арқылы Ресей саясаткерінің сөзі тек жалғаннан құралған, бос әңгіме екеніне жетерліктей дәлел деп ойлаймыз. Егерде осы видео 5000 қаралым жинар болса, қазақ хандығы құрылуы жайлы толық баяндайтын боламыз. Сол себепті қазақ тарихын достарыңызбен бөлісіп, арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.